Міне мынаның жағынан осы жерде былай полностью айналдыра тігіп шығамыз. Мына жерде дұрыс түтелмеген. Осыны мынаны айналдыра полностью тігіп шығамыз. Так, мына жерде енді полностью айналдыра тігіп аламыз. Сосын оверлокпен тігіп шығамыз. Бұл ау бөлігі. Одан кейін барып қалтаны тігеміз. Қыздар, міне қараңыздар, мына жерде қалтаны оң бетін беттестіріп, ауын тігіп алғаннан кейін, үтіктеп алғаннан кейін осылай қоямыз. Оң бетін оң бетіне қарастырып, қалтаның ойылған шетін келтіреміз да, осы жерді айналдыра тігіп аламыз. Екінші мына жақ бетін осылай айналдыра тігіп аламыз. Міне қыздар, қараңыздар, қалтаны осылай тігіп алдық. Енді мынаны арғы бетіне аударып, жақсылап үтіктеп аламыз да, былай қайырып, астына қарай. Мынаның жиегін 0,5 сантиметрге тігіп алуға болады, немесе мынау астыңғы жағынан 0,1 тігісін қайырып тігіп, мынау аста жақ бетіне өзіне былай қарай қайырып отырып, 0,1 тігіп алып, ішіне қарай қайырып үтіктеп жіберуге болады. Сонда сыртына тігісі көрінбейді. Немесе екінші вариант, полностью мына жерді айналдыра тігуге болады, сыртынан бастырып. Қыздар, мына қараңыздар, қалтаны тігіп атқан кезде былай полностью біз осындай жіңішке тігіспен тігіп алдық. Тігіп болғаннан кейін енді мына бетіне екінші қалтаны осылай беттестіріп қоямыз. Оң бетіне беттестіріп, осылай қойып аламыз да, мынаның жиегін полностью айналдырып тігіп аламыз. Мына жерге дейін мынаны осылай айналдырамыз. Мына жерде осылай айналдырып тігеміз. Қыздар, міне қараңыздар, мынау қалтаның астыңғы жағын полный былай тігіп алғасын бөлек міне. Тігіп алғаннан кейін мына жерге инемен қыстырып қойдым, ашылып кетпес үшін. Енді мынау жанын тіккен кезде осы жерді қосып тігіп кетеміз. Мынау алдыңғы бөлік, мынау артқы бөлік, мынау жоғарыдан бастап жанын төмен қарай полный тігіп кетеміз. Сол кезде мынау инемен қыстырылған жерді осы жерді тоже қосамыз. Мына жақты да тура солай тігеміз. Потом одан кейін ау бөлігін тігіп аламыз. Мына жерде тігіске, мына жердегі тігісті бір-біріне сәйкестендіреміз. Осы тігістен бастап былай қарай және былай қарай тігіп аламыз. Міне мына жерде белдік тұр. Белдіктің мына жанын мына жерді қосып тігіп аламыз. Міне мынаны тігіп алғаннан кейін полностью мынаның ішіне резинаны саламыз. Осын салмас бұрын төртке белгілеп аламыз. Мынау жаны, мынау жаны, ортасы деген сияқты төртке белгілеп аламыз да. Резинаны да осылай тігіп, жақсылап закрепка беріп, ортасына салып тігеміз. Қыздар, мені қараңыздар, біз белдікті тігіп алдық, полностью айналдыра тігіп алған кезде осындай болып тұрады. Сосын осыны мынаған әкеліп қондыратын боламыз. Бізде тігіс түскен жер бар, бірінші соны тауып аламыз. Міне осы тігіс түскен жері артына келеді. Екінші белгілеп қойған аралықты алдына келеміз. Мына арт жағына келеді. Алдындағы белгілеп қойған аралықты алдына келеміз. Мына арада қырқылған тұр ғой. Осы мына тігіске келу қажет. Потом мына жандарын сәйкестендіреміз, ашып отырып, сонымен айналдыра тігіп шығамыз. Мына ауы полностью тігілді, жаны тігілді. Белдігін осы жерді әкеліп тігеміз, сосын барып оверлок жасаймыз. Сосын мына белдіктің үстіне обязательно бір тігіс түсіп жүрсек, әдемі болады, резина ашылып кетпейді кейін. Потом балақты осылай тігіп алғаннан кейін айналдыра оверлоктап саламыз да, 3 сантиметр аралықта осылай қайырып тігіп шығамыз. Екінші балақты да тура солай айналдыра тігіп шығамыз. Футболканы тіккен кезде ең бірінші осы иық тігістерін тігіп аламыз, түзу тігіспен, одан кейін оверлокпен өтіп тігіп шығамыз. Одан кейін барып жеңін айналдыра қосып тігіп аламыз. Жеңнің ортасында өзінің белгісі бар, сол белгіні тура ортаға сәйкестендіріп қоямыз да. Содан былай қарай тігіп аламыз, өлшеп тұрып. Одан кейін мына жақ бетін осылай өлшеп тұрып тігіп аламыз. Екінші жақ бетінде тура солай өлшеп отырып айналдыра тігіп шығамыз. Жеңнің екі қолтық ойынтысын полный тігіп алғаннан кейін, мына астындағы тігісті бір-біріне сәйкестендіреміз. Осы тігісті сәйкестендіріп, инемен қыстырып алып, содан кейін барып мына жақтан айналдыра, осыны жанын тігіп аламыз. Сосын екінші жан бөлігін тоже солай тігіп шығамыз. Одан кейін мойын ойынтысында арнайы берілген өлшем бойынша жасаңыздар. Тура осылай екіге бүктеп, бір иық тігіске тігісті келтіреміз.
Сосын екінші жаны, мына екінші тігіске келмейді, оны қазір көрсетемін. Мына бір жағын белгілеп алғаннан кейін тура ортасын белгілеп аламыз манжеттің. Сосын футболканың да ортасын белгілеп аламыз да, екі жаққа тартып отыра айналдыра тігіп шығамыз. Сонда аккуратно болып шығады. Міне шорттың балағы осылай қайырылды, беліне осылай бір тігіс түсірдік. Футболканың мойын ойнысында қарасаңыздар, кішкене тартылып тұр. Ол сол өлшемді дұрыс алмағандықтан, сол себепті біз сіздерге берген өлшем бойынша қырқыңыздар манжетті. Сосын футболканың етегін полностью мына жерде 1 сантиметр тігіске бергендіктен қайтарып шықтық. Екінші жақ бетінде осылай жеңін кішкене қайтардық. Сіздерге уже ұзындау үлкендеу етіп береміз. Сол тігіс бойынша қайтарсаңыздар үлкен болып шығады. Тура сол тігіс бойынша ерлерге тігіп шықтық. Ерлердің шорты футболкасының өлшемі бойынша өте аккуратно болып шықты. Міне қарап шығыңыздар, әйелдерге осылай, ерлерге осылай етіп жасадық. Енді оны өздеріңіз қалағандай кез келген наклейкамен сәндеуге болады. Егер мынандай наклейкалар қажет болса, бізге тапсырыспен алдыра аласыздар. Осы А3 форматы 2000 теңге тұрады. Жалпы киген кезде міне жолдасым екеумізге осылай болып тұрады.